Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер. Бір сұрақ тағы да өте көп қойылады. Ол не үшін мен дұрыс оргазм ала алмаймын деп көп қыздар осылай сұрақ қояды. Көп қыз-келіншектер тұрмыста жүрген 7 жыл, 8 жыл, 10 жыл, 2 жыл осындай тұрмыс уақытта аралықта болған қыз-келіншектеріміздің өзі дұрыс оргазм ала алмайтынын айтады. Оның себебі неде? Оның себебі бірнеше себептері бар. Біріншіден дұрыс қоза алмау. Қай кезде дұрыс қоза алмайсыздар қыздар? Мысалға төсекке жаттыңыздар, сіздер өздеріңізге деген сенімділіктеріңіз төмен. Сөйтесіздер да сансыз қилы сұрақтар қойып жатасыздар. Төсекке жатқаннан кейін фокус тек қана ер азаматқа болу керек, сол төсек туралы болу керек. Ал сіздер аласыздар да менің түрім онша емес шығар, менің шашым онша емес шығар, немесе кеудем дұрыс емес, ішім шығып тұр, тағы иіс шығып тұрған шығар деген сияқты түрлі ойлармен сіздердің фокустарыңызды жоғалтып аласыздар. Соның нәтижесінде сіздер дұрыс қоза алмайсыздар. Дұрыс қоза алмағаннан кейін ер азамат не істейді? Дұрыс қоза алмайды. Ол да дұрыс қоза алмайды. Ал егер сіз дұрыс өз-өзіңізді еркін ұстайтын болсаңыз, ер азаматыңыз оны көреді, ол да сізге ұнап жатқанын біледі, ол да одан сайын қоза бастайды. Міне, бірінші теңдеудің шешімі дұрыс қоздыра алмау, дұрыс қоза алмау, екіншісі сіз күйеуіңізді дұрыс қоздыра алмау. Бұлай айтқанда, дұрыс қозбау және күйеуіңізді дұрыс қоздырмау. Міне екеуі дұрыс емес болатын болса, оргазм болмайды. Және үшінші бір тағы да глобальный бізде тақырыптардың бірі қынаптың кеңдігі, бұлшықеттердің әлсіздігі. Міне егер де сіздің қынаптың бұлшықеттері әлсіз болатын болса, дұрыс қозбасаңыз, дұрыс қоздырмасаңыз, сізде ешқандай да оргазм дұрыс болмайды. Сол себепті ал дұрыс сіз қоздыру үшін мына жақтағы миыңыз тыныш болу керек. Тыныштықта болатын болса, жайсыз нәрселерді ойламайтын болсаңыз, самооценкаңыз жоғары, өзіңізді еркін сезінетін болсаңыз, сіз уже дұрыс қоза бастайсыз. Соның нәтижесінде күйеуіңізді дұрыс қоздырасыз. Ал үшінші жағдай, егер де сіз қынабыңызбен дұрыс жұмыс жасап, жаттығулар жасап, тарылтатын болсаңыз, міне үш жағдай дұрыс болатын болса, сізде оргазм дұрыс болады. Осы жөнінде де тағы да басқа да мағлұматтарды білгіңіз келсе, менің инстаграм желісіме, тиктокқа, телеграмға жазылсаңыздар болады. Ол жерде бізде мүмкіндігінше кең ауқымда біз сипаттама бергенбіз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, лайк басып қойыңыздар.